Енді зекетті кімге бересің? Зекетті 8 топ адам бар. Соларға бересің. Олар пақырлар. Пақырлар деген ештеңесі жоқ адамдар. Үйі де жоқ, күйі де жоқ, бір күндік тамағы да жоқ, бір күндік киімі де жоқ. Сондай бір аш жалаңаш дейді ғой, сондай адамдар. Ал міскіндер деген бар. Олардың бір күндік тамақтары мен бір күндік баспаналары бар адамдар. Жолда қалғандар деген бар. Кеше айттық қой, бір жерге барып та заттарын бәрін жоғалтып алды. Ондай адамдарға берсең болады. Одан кейін барып төртіншісі қарызға батып кеткендер. Қарызға батқандар қоғамда көп қазір. Соларға берсең де болады. Жүректерін жылыту керек болған адамдар бар дейді. Иманға енді келіп жатқан адамдар бар. Немесе христиан болып жүріп мұсылмандықты қабылдаған адамдар бар. Исламның жомарттығын, исламның кеңшілігін көрсету үшін оларға да беріп қою керек дейді. Алтыншысы Алланың жолындағылар. Алланың жолындағылар бұлар қажылыққа жолға шыққандар деп тәпсірлейді. Соларға беріп жіберсең болады жаңағы ақшаңды. Немесе Алланың жолындағылар бұлар ілім оқып жүрген студенттер дейді. Ілім оқып жүргендерге берсең зекетің мойнынан түседі. Одан кейін құлдар деген бар. Қазір енді құл иеленушілік жоқ. Құлдарды бұл списоктан алып тастайсың. Осыларға беру керек. Зекетте тамлик деген бар. Қолма-қол ұстатуың керек. Сенің мүлкіңнен шығып ақша ана адамның мүлкіне бару керек. Ол өзінің қалауынша сол ақшаны қолдана алу керек. Зекетті ең беруге лайықты адамдар бұлар ең бірінші сенің туысқандарының арасындағы осы топтағы біреу. Қарызға батқан болуы мүмкін, жолда қалған туысың болуы мүмкін, немесе пақыр міскін туысқандарың болуы мүмкін да. Сол ең жақыныңа бересің, әке жағыңнан. Бір міскін бар мысалға, ауылдың ішінде. Оны сен танымайсың, осыған туысқандығы жоқ. Бірақ сенің әулетіңнің ішінде тура сондай бір міскін отыр да, жоқ жітік. Енді екеуінің қайсына бересің дегенде сен өзіңнің туысыңа бересің. Бұл жерде 2 сауап аласың. Мына жақта 1 сауап бар, мына жақта 2 сауап бар. Өзіңнің туған туысыңа берсең, туған туысқандық қарым-қатынасты жақсартасың, 1 сауап аласың. Және де міскінге зекетіңді бересің, тағы да 1 сауап аласың. Мына жаққа берген кезде 1-ақ сауап аласың. Жақын туысыңнан ештеңе қалмаса, онда алыс туысыңа бересің, нағашыларыңа бересің. Олардан жоқ болса, онда ауылыңдағы міскіндерге бересің, бөтендерге. Егер ауылыңнан артылса, бөтен ауылға апарып берсең болады енді. Өз ауылыңнан артылмаса, онда өз ауылыңдағыға бересің. Зекет деген нәрсе бұл ұлы ғибадат, үлкен құлшылық. Зекетті хуз мин амуалихим садақатан тутаххирухум ва тузаккихим биха дейді Құранда Алла Тағала. Зекеттің мән мағынасы не, білесіз ба? Логикасы не? Зекеттің логикасы сен өзіңнің жаныңды тазартасың, зекет беру арқылы Алланың әмірін орындайсың. Алла сенің жаныңды, жүрегіңді тазартып береді сол арқылы, садақ арқылы. Екіншісі сен өзіңнің малыңды бәле жаладан, жамандықтан тазалап қоясың. 40 қойдан бірін беру арқылы 39-ыңды тазалап бересің. Бұл зекеттің мән мағынасы осында жатыр. Одан кейін зекет деген нәрсе бұл экономикалық тұрақтылықты қалыптастыратын бір үлкен тетік исламда. Иқтисаду фил ислам деген бар. Исламдағы экономика деген тақырып бар. Сол исламдағы экономика тақырыбында зекет беру мемлекеттің мықты мемлекетке айналуының бір шарты дейді. Байлар егерде зекет беретін болса, мемлекеттің ішінде экономикалық тұрақтылықты қалыптастырады дейді. Мысалға үшін байлары тұрақты түрде сол мемлекеттің ішінде кедейлеріне өздерінің зекеттерін беріп отыратын болса, аз уақыттың ішінде мемлекетте кедейшілдік деген нәрсе тоқтайды дейді. Кедей таптан орта тапқа көтеріліп, орта таптан бай тапқа көтерілуі мүмкін дейді да. Зекет былайша айтқанда экономиканы тұрақтайды, кедейшілдікті жоқ қылады. Егерде елімізде, қазақ елінде мұсылмандар осы зекетке немқұрайлы қарамай, шынымен өз уақытында беріп, өз уақытында есептетіп, өз уақытында кедей кепшігінің жағдайын жасап отыратын болса, Қазақстанда кедейшілдік аз уақыттың ішінде жоғалып кетеді. 3-4 жылдың ішінде. Зекетті есептетіп отыру керек, дұрыс есептету керек. Өйткені зекет көп нәрседен беріледі. Көп ойлайды, қойдан ғана беріледі деп. Жоқ, қойдан беріледі, сиырдан беріледі, түйеден беріледі, кейбір пікірлер бойынша жылқыдан беріледі. Алтыннан беріледі, күмістен беріледі, сауда тауарларынан беріледі. Сауда тауарларынан берген кезде сататын ақшаңмен бермейсің. Өзің сатып алған ақшаңнан бересің. Қанша қойың бар? 40-тан 1 ма? Сол 40-тан 1-ін аласында ақшаға шағасың, 50 мың теңге ма? 50 мың теңгені алып, мына жаққа қарай қосасың. Общий суммаға қосасың да, общий сумманың барлығынан есептеп болғаннан кейін 2,5-ті шығарып бересің. Сол үшін біз сияқты адамдарға есептетіп алу керек бірінші. Малды малда емес, бүкіл дүниенің барлығын бір есептетіп алу керек бәріне. Ол сол үшін жасырмай айту керек. Өйткені бұл құдайшылдық қой, бұл дінің, сенің ертең ақиретің. Ертең мысалға зекетін шығармаған адамдарда үлкен азапқа душар болады ертең. Бұл 5 уақыт намаз оқу сияқты бір парыз ғой бұл. Рамазан айының оразасы сияқты бір парыз. Тек қана бұл жердегі айырмашылығы барлық мұсылмандарға емес, бай мұсылмандарға ғана да, бір ерекшелігі сода. Қажылық та тура сондай, бай мұсылмандарға ғана парыз.